Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кешкі асқа өте дәмді болып шығатын тойымды голубцы тағамын жасайтын боламыз. Жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын баса кетіңіздер. Ал енді ең алдымен біз осындай 40 қабатты капустаны бөліп аламыз. Егер қалсаңыздар түбін кесіп, барлығын бірден ыстық суға салсаңыздар да болады. Мен осылай жаңағыдай біртіндеп бөліп шықтым жапырақтарының барлығын. Және ыстық суға, қайнаған суымызға 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді кезекте осында күрішімізді, бір пиалайдай күрішімізді салып, оны да ыстық суға бұқтырып қоямыз. Салмасына фаршты және пиязымызды саламыз. Пиязды жаңағыдай бір пияз немесе 2 пияздан салсаңыздар да болады. Осылай пиязымызды майдалап турап фарштың үстіне саламыз. Үстіне тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай қосамыз және жаңа бұқтырылған күрішімізді жақсылап жуып, 2-3 қайтара жуып, барлығын қосып араластырып қоямыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді үстіне кішкене су немесе сұйық май құйып жіберсеңіздер де болады. Енді кезекте дайын болған жапырақтарымызды, капустамызды ыстық судан алып, осылай фаршымызды салып, видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Енді кезекте қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды керекті мөлшерде құйып аламыз және пиязымызды турап саламыз. Пиязды көбірек қоссаңыздар, тамақтарыңыз соғұрлым өте тәтті болып шығады. Және сарымсағымыздан да қосамыз, чесноктан. Үстіне помидор және болгар бұрышын қосамыз. Өте дәмді болып шығады. Дәмін, болгар бұрышы тамақтың дәмін өте дәмді келтіреді. Барлығын сәбізді, пиязды барлығын қосып араластырып, мына жерде мен көк пиязды да қостым, ол түспей қалыпты видеоға. Барлығын қосып араластырып алып, енді үстіне картоптарымызды кесіп осылай саламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз және мына жерде укроп пен петрушканы да салып жібердім. Және мына жерде дәміне қарай тұз, бұрыш, лавровый листьін де қосып жібердім және үстіне қайнаған суымыздан құйып, жаңағы дайын болған голубцыларымызды осылай бетіне қойып шығатын боламыз. Қайнаған суымыздан тағы да құямыз. Керекті мөлшерде бетін жауып, қазанның қатты отта қайнатамыз. Қайнағаннан кейін оттың астын баяулататын боламыз. Сонымен 1 сағатты көлемде пісіреміз. Дайын болды. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Фариза Шалқарқызы.